Сәлем достар, бүгінгі бейнеде көкөніс тұқымдарын үй жағдайында қалай сепкенім туралы көрсетемін. Арнадан ажырамаңыздар. Ал достар, жұмысты бастау үшін маған керекті зат пластикалық қорап және полиэтилен төсемесі, топырақ және тұқымның өзі. Полиэтилен төсемесі жалпы ылғалды ұстап тұру үшін және топырақтың қораптан төмен қарай түсіп ағып кетпес үшін керек болады. Бұның өзін бірнеше жеріне тесіп қоямыз. Себебі артық ылғал топырақтың түбінде тұрып қалса, ол болашақ көшетімізге зиян тигізеді. Неге достар, біз төсеп болдық, енді үстіне топырақ құямыз. Топырақтың биіктігін 4 сантиметрдей етіп біркелкі жайып шығамыз. Бірден айта кетейін, топырақ сондай жеңіл, құнарлы және кішкене ылғал болу керек. Мен бұны дүкеннен сатып алдым. Бау-бақшадан алуға да болушы еді, бірақ қазір сондай жаңбырлы ауа райы болып тұрғандықтан маған ондай мүмкіндік болмады. Және тағы бір керекті зат достар, дәретхана қағазы. Бұны қораптың енінің бойында етіп кесіп, оны екіге бөліп, осындай ленталар жасап шығамын және топырақтың бетіне қоямын. Араларын 1 сантиметрдей етіп ашып қоямыз. Бұл өз кезегінде себетін тұқымымыздың бір қатардың бойында орналасуына және құйылған ылғалды бойына ұзақ ұстауға септігін тигізеді. Жалпы бұл тәсілді мен былтырда қолданған едім, тәжірибе ретінде жақсы өнім алдым, сондықтан сіздерге ұсынып отырмын. Ал достар, біз енді тұқымымызды сеуіп шығамыз. Араларын 2-3 сантиметрдей қашықтықпен бір қатардың бойына отырғызамыз. Ешқандай оны баспаймыз түбінен, тек қана бетіне қойып шығамыз. Осы ретте не отырғызып жатқаным туралы айта кетейін. Алғашқы 7 қатарға мен қызанақтың 7 түрін отырғызамын. Одан кейін бұрыштың 4 түрі және баклажанның 4 түрі кетеді. Мінекей достар, осылай отырғызып шығамыз. Және әр сепкен қатарға мен не отырғызғаным туралы аттарын жазып қойып жатырмын. Болашақта шатасып кетпес үшін. Ал қашан шығатынына келер болсақ, ең бірінші қызанақ шығады. Ол 4-5 тәулікте бой көтереді. Одан кейін 7-8 тәуліктерде бұрыш, келесі 8-9 тәуліктерде баклажан бой көтеріп шығады. Мінекей достар, тұқым себілді. Енді осының бетін топырақпен жауып шығамыз. Топырақтың биіктігі 1,5-1 сантиметр болса болады. Топырақтың біркелкі орналасуын қадағалаймыз және үстін кішкене нығыздап басып қоямыз. Аяқтаған соң артынша бетіне үй температурасындағы суды құйып шығамыз. Су құю үшін мен сусыннан босаған бөтелкені алып, оның бетін кішкене тесіп, сол арқылы құйып шықтым. Ол қатты бірден құйылып кетпеуіне және біркелкі етіп құйылуына өз жағдайында септігін тигізеді. Жақсылап тұрып құямыз. Мен 2 рет құйып шықтым. Ал достар, осымен себілу процесі аяқталды. Енді мұны қараңғы жерге алып қоямыз, бетін жаппаймыз. Мінекей достар, бүгін 7-ші күн. Көздеріңіз көріп тұрғандай қызанақтарымыз шықты. Оның қасына жаймеңдеп бұрыштарда бой көтеріп келе жатыр. Тұқым себудің осы тәсілі ұнаса арнаға жазылып, лайк басып және пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздермен болған өмір тамаша арнасы Айнұр. Сау болыңыздар.